Қалайсың? Жақсы. Не соғып жатсың әрге? Клуб жастар көңіл көтеретін жер. Жастар көңілін көтеретін жер клуб. Одан да ауылға мекпен соқпайсыңдар ма? Стадион соқпайсыңдар ма? Завод, фабрика соқпайсыңдар ма? Мына бауырымыз өте дұрыс айтады. Қоғамда негатив айтатын бауырларымыз бар, бірақ негативтерін түнгі клуб, яғни демалатын орындарға емес, мешіт медресе соғылып жатса, соған айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті желі оқырмандары. Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Достық 2 ауылында Қариялар дайындау және де қайырымдылық мекемесі соғылып жатыр. Ғимарат 3 қабаттан тұрады. 30 балаға лайықты түрде соғылып жатыр, стандартқа сай. Бірінші, екінші қабатында балаларға оқу корпусы, асханасы, жататын орны және де дәретханасы бар. Мәссаған, қарашына жерді. Ғани 3-ші қабат толығымен қонақ үй. Қонақ үй емес бауырым, медресе емес бауырым. Алыстан оқитын балалар болады ғой. Соның ата-аналары бала шағасын көруге келген кезде басқа жаққа жатып самдамау үшін осында жағдай жасап қойған. Ыстық су, жылы су, дәретхана бәрі бар. Мәссаған, сонда сағынышын, мауқын басып, баласын искеп кетеді дейсің ғой? Әрине. Машалла. Құрылыстың болып жатқанына 3 жыл болды. Соңғы 2 айда мүлде қаражат түскен жоқ. Ал бітпеген істінде дүниелер өте көп. Мінекей, дәретхананың да ахуалы осындай болып тұр. Құрметті оқырмандар, Аллахтың разылығы үшін осы медресенің тезірек бітуіне сіздерден көмек сұраймыз. Жаңа ұстазын айтқан естің бе? Келесі жылы уже сентябрьда адам қабылдау керек дейді. Мынау строй бітпеген, қалай бітірмекшісің? Таң қалдым. Көз ашық, көкірегі ояу, жүрегінде иманы бар бауырлар атсалысады, Құдай қаласа.